Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Өмірі қызық, күтпеген жерден тосын сыйлары дайын тұрады. Бірақ адам оған дайын ба? Өмірдің қызығы да сол. Тек жақсылық бола берсе, адам бақыттың дәмін ұмытады. Арасында сүйген құлына Алла тағала қиындықтар жіберіп, бақыт деген ұғымның мәнін келтіріп қояды. Сіз бе қиындықтар түскенде көбісі сабыр сақтамайды, эмоцияға беріледі. Артық асылық сөздер айтып қояды, терең үңілмейді. Солай Алла жіберген сынақтан өтпейді. Сынақ не үшін келеді? Осы жайлы бір сәт ойланып көрдіңіз бе? Әлде менің өмірімде тек қиындықтар, жолым ешқашан болмайды деген негативке өзіңізді сендіріп алып өмір сүресіз бе? Қиындық пенде сабақ алу үшін келеді. Алла адамды бұрынғыдан мықтырақ, ақылдырақ, күштірек болсын деп сынайды. Шынайы сенім шыңына шықсын дейді. Өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Оны қабылдау керек. Сондай сәттерде мен әрдайым еске түсіремін. Бұдан мен қандай сабақ алуым керек? Алла маған нені түсіндіргісі келді? Не қателік жібердім? Нені үйренуім керек? Сан алуан сұрақтар арқылы өзіңіздің қателіктеріңізге тіке қараңыз, дұрыстаңыз, шыңдалыңыз. Мына өмірде әлсіздерге еш мүмкіндік жоқ. Кей сәтте бәрін тастап, қолыңды бірақ сілтегің келеді. Рас па? Жоқ, ондайға жол жоқ. Керісінше дәл сол сынайын деп тұрған сәтте қиын болса да еңсеңді көтеріп, әрі қарай жүру керек. Адамның мықтылығы сол кезде көрінеді. Алла Құранда уәде берді. Ақиқатында әр қиындықтың артында жеңілдік бар. Аппақ үмітіңіз үзілмесін. Алланың сізге дайындап қойған бір сыйы бар. Ол анық. Бастысы Аллаға жақындау. Сонда жақсылық өмірімізде жаңбырша жаумақ. Құдси хадисте Алланың мынадай уәдесі бар. Егер кімде-кім маған бір сүйем жақындаса, мен оған шынтақтай жақындаймын. Егер кімде-кім маған шынтақтай жақындаса, мен оған сажындай жақындаймын. Ал кімде-кім маған бір қадам жақындаса, мен оған қарай жүгіремін деген екен. Қиындыққа мойыма, жанарыңның өті сөнбесін.